Баршаңызға сәлем. Бүгін 81-ші сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы 5-ке көбейту кестесі. Бұл сабақта санды 5-ке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренеміз. Бірінші есеп. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгіде берілген, өтілген алдыңғы сабақтарда 4-ке көбейту кестесін өткенде 4-тен басталған еді. Демек, бүгін 5-тен бастаймыз. Өткені 4-ті 5-ке 4-ті 5-ке немесе 5-ті 4-ке көбейту алдыңғы сабақта бар еді. Енді бұл жерде 5-ті көбейтуден бастаймыз. Қосылғыштардың саны 5-еу, қосылғыштың мәнін жазып және қосылғыштың санын жазамыз. Ендеше 5-ті 5-ке көбейтсек 25 екен. Мына жердегі суреттен көретін болсақ, міне бұл жерде шаршылардың саны 5-еуден 5 қатар екен. Қызыл, сары, күлгін, жасыл және көк. Енді 5 қатардан бұл нешеу болғанын санаймыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10, 15, 20, 25 болды. Демек, 5-еуден 5-еуі 25 болды. Енді қосылғыштардың, яғни шаршылардың санын біреуге арттыратын болсақ, әрбір қатарда енді 6-аудан болды. 6-аудан 5 қатарымыз бұл 30-ға тең болады. Яғни 25-ке енді біз мына біреуден қосқанда 5-еу қосылды ғой. 25-ке 5-ті қосамыз. 7-ні де дәл солай жалғастырамыз. 7-еуден болатын болса, енді 30-ға 5-ті қосамыз. Өйткені тағы 5-еу қосылды. Әрбір қатарға біреуден қосылса 5-еу қосылады. Ал 8-ге енді 35 болды ғой. 35-ке 5-ті қоссақ 8-ді 5 рет қосқанда осы келіп шығады екен. Яғни 8-ді 5-ке көбейтсек 40 болады. Ал 9-дан болатын болса, міне әрбір қатарда 9-дан, яғни тағы 5-еу қосылды әрбір қатарға. Ендеше біз 40-қа 5-ті қосамыз, бұл 45 болады. Яғни 9-ды 5 рет қоссақ та 45 болады. Яғни 9-ды 5-ке көбейтсек те 45-ке тең. Дәптерге орындаймыз. Демек, 5-ті 5 рет қоссақ 25-ке тең, 6-ны 5 рет қоссақ 30-ға тең екен. Демек, 7-ні 5 рет қоссақ бұл 35-ке, немесе 7-ні 5-ке көбейтсек 35-ке тең. Одан кейінгісі 8-ді 5 рет қоссақ 40 болады, немесе 8-ді 5-ке көбейтсек те 40. 9-ды дәл солай жалғастырамыз. 9-ды 9-ға қоссақ, мұны егер қосып көрсеңдер, тексеріп, 9-ға 9 қоссақ 18, оған 9 қоссақ 27, 27-ге 9 қоссақ 36, 36-ға 9 қоссақ 45. Демек, 9-ды 5-ке көбейтсек 45-ке тең екен. Екінші есеп, санды 5-ке көбейту кестесін жатта және қолдануды үйрен. Бұл жерде міне 5-ке көбейту кестесін бұны жаттап алуымыз керек. Есімізде сақтаймыз. 5-ті 5-ке көбейтсек 25, 6-ны 5-ке көбейтсек 30, 7-ні 5-ке көбейтсек 35, 8-ді 5-ке көбейтсек 40, 9-ды 5-ке көбейтсек 45. Ал мына жерде 6-ны 5-ке көбейтсек 30-ға тең екен. Яғни бұл санды 5-ке көбейту кестесі бойынша. Енді мына жерде 5 көбейту 6, яғни көбейткіштердің орнын ауыстырған. 5 пен 6-ның көбейтіндісі, 6 мен 5-тің көбейтіндісі екеуі бір-біріне тең. Өйткені бұл жерде көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті қолданған. Көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Ал мына жерде көбейтіндерінің мәнін көбейткіштердің біріне бөлген, біріншісіне бөлген, онда екіншісі келіп шыққан. Ал екіншісіне бөлсе, бірінші көбейткіш келіп шығады. Демек, бұл жерде көбейту мен бөлу өзара кері амалдар екені көрсетілген. Үшінші есеп, санды 5-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Алдыңғы сабақтарда өтілгендей дәл солай жалғастырамыз. Мына жерде бос тор көзінің орнына мына жердегі сандарды екінші көбейткіш ретінде пайдаланып орындаймыз. Бірінші 5-ті 6-ға көбейтсек 30 болады. Демек, оны біз 6-ның турайына жазамыз. Қалғандарын солай жалғастырамыз. Ал мына жерде бөлінгіш белгісіз болып тұр. Ендеше бөлінгіштің орнына мына жердегі сандарды қоямыз. Бірінші 25-ті қоямыз. 25-ті 5-ке бөлсек 5 шығады. Оны мына жерге жазамыз. 30-ды 5-ке бөліп, оны 30-ның астына жазамыз. Осылай жалғастырамыз. Дәптерге орындадық. 5-ті 6-ға көбейтсек 30, 5-ті 7-ге көбейтсек 35, 5-ті 8-ге көбейтсек 40,
5-ті 9-ға көбейтсек 45. Бос тор көздерінің орнына жазылған сандар, яғни көбейтіндінің мәнін мен қызыл сиямен жаздым. Енді мына жерде біз бөлу амалын орындаймыз. Бірінші 25-ті 5-ке бөлеміз, 5 болады. 30-ды 5-ке бөлсек 6, 35-ті 5-ке бөлсек 7, 40-ты 5-ке бөлсек 8, 45-ті 5-ке бөлсек 9. Төртінші есеп мысалдарды шығар. Үлгі бойынша біз орындаймыз. Үлгіде берілген 20-ны 5-ке көбейту үшін біз 20-ны 2 ондық көбейту 5 деп орындаймыз. 2 ондықты 5-ке көбейтсек 10 ондық болады. Бұл 100-ге тең. Ал 100-ді 5-ке бөлу үшін 100-ді біз 10 ондық деп, оны 5-ке бөлеміз. 10-ды 5-ке бөлсек 2 ондық болады. Сонда 2 ондығымыз 20-ға тең. Мына астындағы мысалдарды дәл осы тәсілмен орындаймыз. Үлгіні жазып алып, соған қарап орындаймыз. 40-ті 5-ке көбейту үшін біз 40-ті 4 ондық деп жазып, оны 5-ке көбейтеміз. Бұл 20 ондық болады. 20 ондығымыз бұл 200-ге тең. 200-ді 5-ке бөлетін болсақ, 200-ді 20 ондықты деп жазып, 5-ке бөлеміз. 20 ондықты 20-ны 5-ке бөлсек 4 болады. Демек, ондығын жазамыз. Бұл 40-қа тең. Кейінгісі 2 килограммды 5-ке көбейту үшін 2-ні 5-ке көбейтеміз. Бұл 10 килограмм болады. 10 литрді 5-ке бөлсек 2 литр болады. 30 минутты 5-ке бөлсек 6 минут. 25 центнерді 5-ке бөлсек 5 центнер. 5-ші есеп А. 30, 5, 6 және 5, 1, 5 сандарын пайдаланып 3 тура теңдік құр. Демек, берілген сандарды жазып қойдық. Осыларды пайдаланып 3 тура теңдік құрамыз. Бірінші 5-ті 6-ға көбейтетін болсақ 30 болады. 6-ны 5-ке көбейтсек те 30 болады. Және 30-ды 6-ға бөлеміз, бұл 5-ке тең болады. Демек, мына жердегі 3 санды да пайдаландық. 2 көбейту амалы және 1 оларға кері бөлу амалын құрастырдық. Енді 5, 1, 5 сандарынан 5-ті 1-ге көбейтсек 5 болады, 5-ті 1-ге бөлсек 5 болады, немесе 1-ді 5-ке көбейтсек те 5 болады. 5-ші есептің әсі кестені толтыр дейді. Бөлінгіш, бөлгіш және бөліндінің мәні. Біріншісінде бөлінгіш белгісі екен, бөліндінің мәні берілген. Бөлінгішті табу үшін біз бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. Ал екіншісінде бөлінгіш белгілі, бөлгіш белгісіз екен. Бөлгішті табу үшін біз бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Осылайша орындап шығамыз. Демек, кестені толтырдық. Бос тор көздерінің орнына жазған сандарды мен қызыл сиямен жазып қойдым. Демек, біріншісінде бөлінгіш 30-ға тең, өйткені 6-ны 5-ке көбейтіп таптық. Ал екіншісінде бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлдік. Бұл 7 шықты, 35-ті 5-ке бөлсек. Одан кейін бөлінгіш бөлгіш белгілі. Демек, бөліндінің мәнін табу үшін 40-ті 5-ке бөлеміз. Бұл 8 болады. Ал одан кейін бөлінгіш белгісіз екен, бөлгіш пен бөліндінің мәні берілген. Ендеше бөлінгішті табу үшін бөліндінің мәнін бөлгішке көбейтеміз. 9-ды 5-ке көбейтсек 45 болады. 6-ші есеп. Дәптерге қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең шаршы сыз. Шаршының не екенін біз еске түсірейік. Шаршы дегеніміз барлық қабырғалары тең болған төрт бұрышты айтамыз, тік төрт бұрышты. Ендеше бұл жерде шаршы сыз деген болса, бұл төрт бұрыштың барлық қабырғасының ұзындығы 6 сантиметрге тең болады. Демек, сызғышты алып, дәл осылай шаршы сызып қоямыз. Өйткені мұна қабырғасы да, мұна қабырғасы, мұна қабырғасы, барлық қабырғасы 6 сантиметрге тең. 7-ші есеп. Өрнектердің мәнін тап. 8-ді 5-ке көбейтсек 40 болады. Бұны 5-ке көбейту кестесінен тауып аламыз. Ал 45-ті 5-ке бөлсек, бұл кері амал 9-ға тең болады. 5-ті 5-ке көбейтсек 25-ке тең. 400-ді 5-ке бөлу үшін біз 400-ді
4 жүздік деп жазып ала алмаймыз. Өйткені 4 5-ке бөлінбейді. Сондықтан бұны біз 40 ондық деп жазамыз. 40 ондықты 5-ке бөлетін болсақ, 8 ондық болады. Ал 8 ондығымыз 80-ге тең. 20 минутты 5-ке көбейту үшін 20-ны 5-ке көбейтеміз, бұл 100 болады. Яғни 2 ондықты 5-ке көбейтсек 100 минут 10 ондық болады. 10 ондығымыз 100 минут болады. 100 болады. Демек 100 минутты біз сағатпен өрнектеп жазып қоямыз. Өйткені 1 сағатта 60 минут бар, ендеше 100 минутта 1 сағат 40 минут бар. Ал 25 килограммды 5-ке бөлетін болсақ, бұл 5 килограммға тең. 8-ші есеп. Ең кіші 2 таңбалы санға 35-ті қосып шыққан санды ең үлкен 1 таңбалы санға бөл. Қандай сан шықты? Ең кіші 2 таңбалы сан бұл 10. Ал енді оған дейді 35-ті қос дейді. Демек жақшаға алып осын жазамыз. Шыққан санды дейді. Ең үлкен 1 таңбалы санға бөл дейді. Ең үлкен 1 таңбалы сан бұл 9. Демек 10-ға 35-ті қоссақ 45 болады. 45-ті 9-ға бөлсек 5 болады. Демек жауабы 5 саны шықты. 9-ші есеп. Кел ойнайық. Мәди мен Анар денсаулық сөзіндегі әріптерден сөздер құрастырды. Мәди 3 сөз, ал Анар одан 2 есе артық сөз құрастырды. Анар неше сөз құрастырды? Мәди мен Анардың құрастырған сөздерін табуға тырыс. Демек, денсаулық деген сөзден олар сөздер құрастырған. Мысалы, дау, сау, саулық, қал, су, ну, сен, ауыл деген сөздер құрастырған. Мәди 3 сөз, Анар одан 2 есе артық болған. Демек, Анар неше сөз құрастырғанын табу үшін 3-ті 2-ке көбейтеміз. Бұл 6 болады. Демек, жауабы Анар 6 сөз құрастырыпты. Осымен бүгінгі 81-ші сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.